Бүгін 2019 жылы, дағда айта кетейін, 2019 жылы 23 январ. Менің жолдасым Жарқынбек Отан таңертең Зеленый базар жаққа барып келем деп шыққан. Содан кейін обед таңертең 10 кезінде кеткен келем. Содан кейін міне содан маған звондады 129-ға міндім деп. Мінем деді. Содан кейін бір уақытта сағат 8 болды, 9 болды, 9:30 болды. Жоқ. Соң звондасам, шына бұл жолдасым Жарқынбек Отан Қытайдан саяси лагерь түрмесінде отырып келген. Осы Қытайдан келгеннен бері осындай мұншақ ауру пайда болыпты. Соң звондадым, қайдасың Жинар, мен 129-дан түсіп қалдым, білмеймін қай жерде тұрғанымды, есімді білмеймін дейді. Содан сразу 102-ге звондасам бір қыз алады да, біз оны қайдан табамыз, сен байыңды ие болмайсың ба дегенде айтады да. 102-ге звондасам, таба алмаймыз деді, телефонды қоя салды. Сол Түркісіб районға бардым. Содан айтып едім, осылай күйеуім өстіп бұрын ауырмаған, осылай аяқ астынан үйден шығып міне таңға кеткен, оралмады 129-да. Олар да айтады, біз қарай алмаймыз. Негіз заң бойынша 3 күнсіз қарамайды. Бізге күйеуім бүгін керек қой. Ол далада мысалы слабость өзінде түрмеден шығып ендігінен денсаулығы жоқ. Қытайдың кесірінен бүкіл денсаулығы құртып жүрген қытайлар. Бүкіл денсаулығы құртып, даже памятында ұмытатындай күннен күнге уже денсаулығы не болмай жатыр. Болмай жатыр. Содан Түркісіб қарай алмаймыз. Біз өздерің бар, біз андай аппараттарыңыз бар ма қарайтын, десе жоқ. Сен ол үшін Америкаға бар дейді маған. Енді жаңа күйеуім звондасам осы сағат 12 кезінде телефонды алады. Алса бір жерде суық қойып нет қалды ма, сөйлей алмайды, вообще сөйлемейді. Ар жағында машинаның дауысы ғана естіледі. Гуілдеген машинаның дауысы ғана естіледі. Bir жерде жатыр ма? Сен Түркісібге барып көмек сұрасам, ешқандай көмек болмады. Енді мен жолдасымды қайдан іздеп табам? Міне сағат 2 болды. Өзім таныстар машинамен іздеп жүрмін, балам екеуміз. Көмектесетін адамдар болса хабарлассын маған. Осы күйеуімді біліп жатса, жолдың бойынан көріп жатса, егерде оның қалтасында документімді алмай кетіпті, егерде больницаға алып кететін болса, номерім 747 778 97 21. Сіздерден көмек сұрайып күйеуімді тауып береміз. Негізі бүгін тауып көріп, біз жақтың полициялары қозғалмай отыр.